Шымкент білім басқармасына қарасты Жүсіпбек Аймауытов атындағы номер 64-ші мектеп гимназиясының қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі, филология ғылымдарының магистрі, педагог-тренер Салыбекова Бибігүл Есімханқызымын. Киелі білім ордасында жұмыс жасап жатқаныма 20 жылдан асты. Әрбір мұғалім өз білім алушысының жүрегіне жол табу үшін әрбір беріліп жатқан сағаты, сабағы қызықты да жақсы ұйымдастырылуы тиіс. Бүгінгі таңда осы сабағымдың әрбір минутын қызықты да сәтті ұйымдастыру үшін көптеген ізденіс пен тәжірибенің арқасында оқушының жүрегіне жол табам деп ойлаймын. Қазір сіздерге қазақ әдебиеті пәнінен 7-ші сыныпқа жүргізілген сабағымның бір үлгісін көрсеткелі отырмын. Оқу мақсаты кейіпкердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға беру. Қыз жібек жырының маңызы мен көркемдік ерекшелігі деген тақырыпта балалар жұмыс жүргізді. Практикалық сабақ үлгісін қазір мен сіздерге сыныптағы жүргізген әрекет бойынша көрсетемін. Бүгінгі күнде 3 тақырыпқа бөлінген. Қалай айталық топтың атын? Махаббат, адалдық, батылдық. Неліктен біз бұлай бөлдік топқа? Неліктен біз тірек сөз етіп осы махаббат, батылдық, адалдық деген сөзді таңдап алып қалай ойлайсыңдар? Мысалы, менің қолым адалдық болған, біз өйткені Қыз жібек пен Төлегеннің адал махаббатын адалдық деп алдық, бұл өте керемет. Одан кейін біздің батылдық деп атаған себебіміз бұл жерде Төлеген мен Бекетаның батылдығы өздерінің еліне деген батылдығы, батылдықтары белгіленеді. Бұл жырдағы маңыздылық. Еліне деген батылдық па жоқ әлде? Жоқ, ол қызға барарда, барар кезде ол әкесінің сөзіне қарамастан жалғыз сөз кетті. Міне бұл батылдыққа жатады. Ассалаумағалейкум, Қашаға. Қашаға 12 жасымнан қыз іздеумен келеді. Барлық қыздар сұлу, бірақ біреу де бар. Сонау шекті елінде Қыз жібектей сұлу деген сұлу сұлу қыз бар деп естідім. Соны іздеуге бара жатырмын. Естің келбетіне қарасам, осы біздің сұлуға лайық секілдісің. Жұртқа берген олжаңнан бізге де бер, соңынан жүрсе таныстырайын. Мына күймедегі қыздар жібек болған мен? Жоқ, бұл күймеде көрінбейді. Әй, Жібекжан. Жібекжан, сені іздеп алыстан ат арылтып, Төлеген деген батыр іздеп келіп отыр. Сонымен танысып, кездессем қайтеді. Қашыға көке, сонда 2 тайға бола менің басымды сатып кеткеніңіз бе? Қашық. Жібекжан-ау, қымызды кім ішпейді, қызды кім айттырмайды. Жігіт көргеннің айыбы жоқ, келсін бір көріп танысып көрейік. Олай болса, Жібекжан, мен ата-анама барып, сендей сұлу қызды тапқанымда барып айтып, батамды алып келейін. Олай болса, мен тек сіз ата-анаңыздың ақ батасын алып келсеңіз ғана сіз туралы ойлап көрермін. Бірақ бүгін жолға шықпаңызшы. Менің жүрегім бір жамандықты сезіп тұрған. Қорықпа, Жібекжан, мен аман есен келемін. Жібекжан, мынау саған аманат. Менің көзім. Сау бол, Жібекжан. Менің жүрегім маған сен ба? Неге сендер міндетті түрде осы жерін таңдап алдыңдар сендер? Неге көлдік ойынның дәл осы жерін сендерге көңілдеріңе ұнады? Қалай ойлайсыңдар? Бізге уақытсыз қыз болғандықтан басты кейіпкерлердің басты рөлдерін алдық. Біз Төлеген қаншама қыздар іздеп бардық. Мен жібекке барып, басты рөлдерді алып өйткені бізде уақытымыз бар. Уақытыңыз бол, тағы да. Және де біздің сол 2 махаббаттың құрбаны болған 2 жастың қалай танысқаны мен қалай екеуінің махаббаты бір-бірісте жоқ болып кеткені. Сол жерін алдық та басты жерлерді. Ал өзің жібектің рөлін сомдағанда қандай сезімде болдың? Қандай сезімде болдың сен жібектің рөлін? Бір жағынан жібектің өмірі қиын
дұрыс па әлде бұрыс па? Жібектің Сансызбайға күйеуге шыққан өте дұрыс. Себебі бірінші төлеген кетерінің алдында, теріс бата алғанның кетерінің алдында Сансызбайға айтады, егер мен бір жағдайға душар болсам, сен маған Қыз Жібекке қамқор болуға, Қыз Жібекті өзің егер не қылуға, өзің жар етуге маған уәде бересің бе дейді. Ол Сансызбай ойланбастан иә деп жауап береді. Және иә. Ал сен қалай ойлайсың? Сансызбайдың уәде берген дұрыс, уәде Құдай дүниеде дейді ғой. Сол төлеген қайтыс болған екен, ол өзіне жар етіп алады. Жар етіп алады. Уәде Құдайдың үйі дейді. Жесірлігін байқатпау үшін Сансызбайға шығады. Сансызбайға шығады. Бізде қазақ халқының салт дәстүрінде бар. Ағасы егер дүниеден озса немесе басқа жағдайлар болатын болса, інісі өзінің жеңгесін алады. Жеңгесін алады. Жақсы, тағы да пікір білдірушілер бар ма? Дұрыс деген. Дұрыс қой, себебі ағасына өзі берді, өзі орындамаса ол жаман орында күнәсі болады. Күнәсі болады, діни тұрғыда айтып жатырмыз, жақсы екен. Ал балдар, дұрыс деп өз пікірлерін білдірген оқушылар қауымына сіздер қалай ойлайсыздар? Дұрыс емес деп баға беріп жатырсыздар. Өз ойларыңызды түсіндіріңіздерші. Жалпы бізге дұрыс емес деп айту міндетті. Біз негізі қиын жағдайда қалып тұрмыз да. Біз дұрыс емес деп айтсақ, жаңағы бізге шынымды айтсақ сендерге жауап қайтара алмаймыз. Біздің ойымызша енді Жібектің де өз сүйгені өмірден өткендіктен інісіне де тыю жаңағы бір жағынан дәстүр болғандықтан да тыйып отыр, жаңағы мәжбүр болып отыр. Інісі де ол ағасына уәде бергендіктен жаңағы уәдесін орындау керек болып тұр да. Ол кезде Сансызбайдың да сүйгені болуы мүмкін мысалға. Ол ағасының сүйгенін алмай, өзінің сүйгенін алғысы келеді ғой. Сүйгенін алғысы келеді дейді. Кереғай пікір айтып жатыр. Сіздер осыларға қалай баға бересіздер? Ал, Еркебұлан. Шерзаттың айтқанын құптаймын. Себебі, мысалы, ағасы дүниеден өтсе, оның інісі, оның жеңгесін алуға. Жырда салт дәстүрлер кездеседі ме? Қандай салт дәстүрлерді біз кездестіріп жырды оқи отырып? Қандай салт дәстүрлер бар? Салт дәстүр дегенде бата әкесі күнде төлегенге өзінің теріс батасын береді. Сол жерде оқулықта. Теріс бата деген қандай бата ол? Теріс бата деген ол жиналмаған кезде қарғысын теріс көңілін қалдырғандықтан, не? Көңілін қалдырғандықтан оның теріс бата береді. Теріс бата берді. Осыдан біздің төлегеніміз қандай іс-әрекетке душар болды? Соның кесірінен бұл дүниеден өтіп кетті деген сияқты бір ырым түсінік бар болды. Тағы да қандай салт дәстүр бар бізде? Тағы қандай салт дәстүр бар? Төлеген өлген кезде оны жоқтайды, сол кезде ол жоқтау салт дәстүрі кездеседі. Қазір айтып өттік қой, әмеңгерлік салт дәстүрі. Сансызбай мен Жібектің үйленген кездегі олардың ұстанған салт дәстүрі әмеңгерлік деп аталады. Бұл қазақта сирек кездеседі, қазіргі заманда ол бірақ көп кездесе бермейді. Кездеспейді, ескіріп қалып бара жатқан дүние секілді ол қабылданып жатыр. Өте жақсы. Тағы қандай салт дәстүр? Ат қою дәстүрі бар ма осы жерде? Төлегенге ат қойып жатыр. Иә, тағы қандай салт дәстүрлер көрініс бар? Сыңсу бар ма? Жоқ. Қыз Жібек жылар жаңағы төлегеннің еліне кетіп бара жатқаны көрсетіледі ма жырда? Ол киносында не істеді? Бізде қазір қыз балалар кетіп бара жатқанда, тұрмыс құрып жатқанда сыңсу айтып жатқаны бар ма? Апалар бірақ сәл сыңсу айтудың формасы сол кездегі сәйкес келеді ме? Жеңгесін шығарып салып, ұл болып тұрсаң әуелден сені мұндай қылама, жылама бекеш, жылама деп не істеп айтады оған? Басты жұбатып айтып жатады. Тағы қандай салт дәстүрлер бар бізде? Құс болып ұшып жоғалса, не дер едің? Сен іздеумен мәңгілік отыр едім. Отқа түсіп өртенсең не дер едің? Күл боп бірге соңынан кетер едім. Бұлдырасам сағымдай, не дер едің? Жел боп қуып ақыры жетер едім. Қайға келсең басына не дер едің? Қош сәулем, бәрін де көтерем. Бала, осы нәрсені қысқа бір 40 секундтық нәрсені тыңдаған кезде қандай әсер алдыңдар? Ойларыңа не келді? Алғаш. Жібектің
өз сүйген қыз үшін барына дайын бол. Барлық нәрсеге дайын бол. Тағы да Анкар, сен қалай ойлайсың? Махаббат деген ұлы сезім ой, көрдіңіздер, бір-бірін ымдап түсініп жатыр да бұл жерде. Бір-біріне андай өздерінің осылай істесе не етер деген кезде де жігіт мысалы әрбір жігіт ондай қалай емес қой. Әрбір жігіт өйтіп ондай. Өйтіп не қай қасіретке бармайды ғой. Мұқағали Мақатаевтың бақыт туралы айтылған ойын тыңдадық, Бақыт, осы өлеңді тыңдай отырып, қандай бүгінгі сабақпен байланыстыратындай қорытынды ой жасаймыз, балалар? Кім айтады? Бақытты біз ненің аясында, бақыт деген сөзді қалай түсінеміз? Бақыт деген сөзді айтатын болсам, өз пікірімді ата-ананың қасында жүрсе, ол да бір үлкен бақыт. Ата-ананың қасында жүрсе, тағы да? Бақыт деген ол атақтан байлық емес, ол тек өзінің отбасының бала-шаға отаның болса, ол соның өзі бір бақыт. Соның өзі бір бақыт. Нұрдәулет, қалай ойлаймыз бақыт деген? Байлық жақсы киіп жүрсең айтады ғой. Негізі бақыт деген балалық шақ деп ойлаймын. Бақыт деген балалық шақ дейді. Өте жақсы. Мен бақытты былай түсінемін. Мысалға біз қазір тәуелсіз бейбіт өмірде сүріп отырмыз. Және осы жерде біз барлығымыз сабағымызды талқылап, барлығымыз бірдей атсалысқанның өзі бақыт деп түсінемін. Бір оқушыны шығарамыз. Кімді шығарамыз? Ыстық орындыққа. Кім шығады? Ортадан пікір айтайықшы. Кімді шығарамыз ыстық орындыққа? Ұсыныстарыңыз бар ма сіздердің? Анкар шықсын. Ал мен қазір ыстық орындыққа келе ғой. Ыстық орындыққа балалар сұрақтарыңызды әзірлеп қойыңыздар. Ал сұрақ кім қояды? Қояғы сұрақтар. Сен қазіргі заманда төлегенмен қызбектің махаббаты бар деп ойлайсың ба? Сұрақ қайталамаймыз ма? Иә, ондай махаббат сирек кездеседі. Ондай махаббат көп те емес, аз, және ондай махаббатты андай көбінесе үлкендерден үйреніп, кішілерден жиреніп, әдемі андай неғылып махаббаттың өзіне сай қылып алуға болады. Осы жылдан сен осы кейіпкерлерден, қасиеттерден өзіңе қандай қасиетті үлгетесің? Қандай қасиет? Өзіме бірінші адал болуды, әкемнің айтқанын бұлжытпай тыңдауды, және махаббатыма әрине адал болуды. Қарашашкел, осы жырдың рұқсат болса бірінші сұрақты мен қойсам қалай болады екен? Осы жырдың шығармашылық композициялық жағын қалай талдадық? Бізде оқиға қалай басталды бірінші? Оқиғаның басталуы төлегеннің үлкен кішкентай кезінде қыз дегені, ал оқиғаның шарықтау шегінде оның әкесі дамуына сол жаңағы қаршығамен сөйлесіп қыз деуі байланысты. Екінші, одан кейінгісі қыз жібекті кездестіруі, одан кейін әкесінің теріс батасы, ал қорытындыға оның төлегеннің өлуі және Сансызбаймен жібектің қосылуы. Өте жақсы. Сабақты бекіту кезеңінен кейін балалар тақырыпты жан-жақты талқылады, яғни автор портреті мен кейіпкер келбетіне талдау жасады. Осы тақырыпты тереңірек ұғындыру мақсатында үй тапсырмасына егер мен автор орындығында болсам, қалай аяқтар едім деген тақырыпта эссе жұмысы берілді. Бұл эссе жұмысын берудегі мақсатым кейіпкердің келбеті мен автордың портреттік мінездемесін бала жан-жақты бүгінгі сабақта талқылау жасады. Соның аясында түйінді ойын жазба жұмысында ұсынады деген мақсатпен осы тапсырманы бердік. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.